Қайырлы күн оқушылар, бүгінгі сабағымыз жаратылыстану 4-ші сынып, дыбыстың шағылуы деген не? Бүгін сіздер дыбыстың таралу бағытын не өзгертетінін білесіздер, дыбыс шағылуын не екенін түсінетін боласыздар. Балалар, айналамыздағы дыбыстарды қалай естиміз? Дұрыс айтасыздар, құлағымыз арқылы естиміз. Қандай дыбыстар бар? Өте дұрыс. Неше түрлі дыбыстар, неше түрлі заттардың дауыстарын ести аламыз. Ендігі сұрақ балалар, тау сөйлей ме? Дұрыс айтасыздар балалар, тау сөйлемейді. Неге дауыстар жаңғырады? Шағылу деген не? Жақсы балалар, осы сұрақтарға бүгінгі сабағымызда тоқталатын боламыз. Енді балалар суретке назар аударайық. Бізден шыққан дыбыс кедергіге ұшырап, шағылған дыбысқа айналады. Ол қалай балалар? Дыбыстың шағылуынан пайда болатын құбылысты балалар жаңғырық деп атаймыз. Мысалға балалар, бірінші суреттегідей, таудың маңайында жүрген кезде біз қатты дауыстасақ, біздің дауысымыз таудың кедергілеріне ұшырап, дауысымыз шағылатын болады. Осы шағылу әдісін жаңғырық деп атаймыз. Ал балалар, жоғарғы қабатқа көше шуы қалай естіледі? Дұрыс айтасыздар. Себебі балалар, көшедегі шу көптеген кедергілерге ұшырап, жоғары қабатқа жеткенше бәсең естіледі. Енді балалар, шағылған дыбысты қалай естуге болатынын зерттейік. Өздеріңіздің қалауларынша дыбысы шығатын бір затты алып, оны жай ғана кеңістікке қойып дауысын тыңдап көріңіздер. Және де екінші, бір заттың ішіне салып, сол заттың дыбысын естіп көріңіздер. Шағылған дыбысты ести алдыңыздар ма балалар? Айырмашылығын байқадыңыздар ма? Жарайсыздар балалар. Енді ойланайық балалар. Орманда адасып кеткен адамның тұрған орнын даусына қарап анықтау қиын. Неліктен? Дұрыс айтасыздар балалар. Ормандағы дауыс ағаштарға кедергіге ұшырап, ол бізге анық естілмейді. Білесіздер ме балалар? Кемелерде судың тереңдігін өлшейтін арнайы құрылғы эхолот қолданылады. Құрылғы су түбіне дыбыс жіберіп, оның шағылып қайтқан уақытын есептеу арқылы тереңдікті анықтайды. Енді балалар, сіздерге тапсырма, музыкалық аспаптардың қалай дыбысы күшейеді тақырыбында үйде зерттеп келіңіздер. Жақсы балалар, сонымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.